Мен қазір Кеген қаласы мен Саржаз ауылының ортасына тұрмын, қақ ортасында. Табиғаты деген енді өте керемет. Осындай алатаулар мен жасыл алқаптары бәрі керемет. Сол жағымдан Ақтас ауылы ерекше таулармен, осындай жасыл сары алқаптармен енді ерекше көрінеді екен. Бірақ мұнда жету үшін ойбай айта алмаймын енді. Мына жолды көріп тұрсыздар ма? Жолдың сиқы мынау. 30-40-тан аса алмайсың. Жаяу жүрсең сүрініп өлесің, көлікпен жүрсең желкең үзіледі. Міне тағы бір мысал, міне көлік келе жатыр. Міне ходовкадан ходовка қалмайды, осындай. Шұңқырдан шұңқыр. 30-40. Максималды жылдамдық 30-40. Осы жол туралы ләм-мим дейтін бір албанның азаматы бар ма? Мен білетін билікте бір депутат сымақ бар. Осы өңірден бұрынғы спортсмен жігіт. Осы жол туралы ләм-мим дегенін көрмеппін соның. Міне. Өте жағдайы нашар. Туристерді алып келуге ұяласың ғой. Керемет бәрі ғажап. Міне. Алатау өзіміздің. Міне. Бірақ жолдың сапасы осы енді. Бір шулайсыңдар ау, албандар. Не масқара мынау.